Ақмақ, қазір Дәукен хабарласса, бәріне сенің кінәлі екеніңді айтып беремін. Жатып ішер жалқаулар, дәл қазір маған бірдеңе ұрлап әкелмесеңдер, мен сендерді жұмыстан шығарамын. Ой, естідің бе? Тез арада бірдеңе ойластыру керек. Білмеймін. Сен бірдеңені білуші ме едің? Мен білемін. Қазір Елдос пен Аяжанды аңдиық. Сәлем, Елдос. Сен бірдеңе жоғалтып алдың ба? Жоқ, мен тек түрлі жәндіктерді іздеп жатырмын. Міне қарашы, мен арнайы кітапша жасадым. Бұл неге керек? Неге керек дегенім не? Оған түрлі жәндіктерді тіреуішпен қыстырып қоямын. Менде сонда жәндіктер жиынтығы болады. Бұл сұмдық қой. Тірі жәндіктерді тіреуіш. Сәлем, достар. Сәлем, Ахмет. Ахмет, сен Елдосқа айтшы, өтінемін. Нені айтайын, Аяжан? Елдос жәндіктерді ұстап алып, өз кітапшасына тіреуішпен түйреп жинамақшы. Сонда қалай? Тірі күйінде ме? Неменеге таңғаласыңдар? Бәрі сөйтеді. Бұрын солай істейтін. Ол кезде ғылымда белгісіз жәндіктер көп болды ғой. Мұның жарамайды, Елдос. Міне, мен де соны айтып түсіндіре алмай жатырмын. Білесің бе, Елдос, біздің Мысырда қоңызды дәріптейді. Тіпті оның құрметіне арнап ескерткіште қойылған. Рас па? Мәссаған, көрсем ғой. Онда не дұрыс? Келіңдер, мен сендерге сол қоңыз ескерткішті көрсетемін. Енді түсіндім. Нені ұрлайтынымыз анықталды. Мен ештеңені де түсінген жоқпын. Қандай ақмақсың. Біз қоңызға арналған ескерткішті ұрлап кетеміз. Ол үшін Елдос пен Аяжаннан бұрын жетуіміз керек. Түстікте жатыр тасы көнені, түстікте сирек аңды көресің. Батыста мол ескерткіші даланың, қиырдағы қала жатыр мәңгі ұйқыға бөледі. Түнерде мол ғой қызық бар ана, қайда жүрсе күтер сені жаңалық. Түнерде мол ғой қызық бар ана, қайда жүрсе күтер сені жаңалық. Ой, қарашы анаған, қандай әдемі қоңыздар. Бері келіңдер, менің сүйкімділерім. Сәлеметсіңдер ме, достарым? Мысырға қош келдіңдер. Сәлем, Ахмет. Мына қоңыздар туралы айтып берші, досым. Иә, әйтпесе қайдағы бір қоңыздарға болар, ескерткіш қойып бір түрлі сияқты. Жүріңдер, мен сендерге бәрін көрсетіп айтып беремін. Ал сендер киелі қоңызды ежелгі Мысырдың белгісі екенін білмеуші ме едіңдер? Ескерткіш деп осыны айт. Жылдам көтер мынаны. Ой, болды, енді күле алмайым. Мен саған айтпап дедім, оларға тиме деп.
ешқашан менің сөзіме құлақ аспайсың. Тоқтай тұр. Елдос пен Аяжанға бір қастық істеп кетейік. О, ғажап! Мұнда ежелгі римдіктер барлық жәндік атаулы Ніл өзенінен пайда болды деп жазыпты. Тек тезек қоңыз ғана шөл даладағы құмдардың арасынан шығыпты. Иә, расында қызық екен. Мен сендерге киелі қоңызға арналған ескерткішті көрсетемін. Аңызға сүйенсек, осы ескерткішті жетіргет айналып барып, қоңызға қол тигізсең, арманың орындалады екен. Мына ескерткіш бір түрлі екен. Жоқ, бұл киелі қоңыз емес қой. Не болған бұл жерге? Ескерткішті шамасы біреу қағып кеткенге ұқсайды. Не істесек екен? Мына жерде тірі қоңыздар жүр. Қызық екен. Бұл із ғой. Қоңыздар кетіп қалмай тұрғанда жылдамдату керек. Мына іздің соңына түссек, ұрыларды табамыз. Алға! Тәуке, сізге арналған сыйымыз бар. Біз киелі қоңызға арналған ескерткішті ұрлап кеттік. Солай ма? Сендерді енді жұмыстан қумайтын шығармын. Тек оны тез арада аралға келіңдер. Олар ұшып кетті. Оларды қуып жетіп, ескерткішті тартып алайық. Ой, мына Аяжан мен Елдос аралға барып қонды. Қона берсін. Енді олар кедергілерден өте алмайды. Қолға түстіңдер ме? Біз қайдамыз? Мен білетін сияқтымын. Аяжан, бері кел. Мынаны қара. Аралар, ұрлықшылар. Сендер өте жамансыңдар. Мынау елестер ғой. Құтқарыңдар. Алақай! Мына қоңыз расымен де өте әдемі екен. Ах, достарым, сендерге көп рахмет. Енді бәрің тілек айтыңдар. Оны киелі қоңыз міндетті түрде орындайды. Алақай, керемет қой бұл. Менің тілегім барлық адамдар тату-тәтті өмір сүрсін.
жақсысың. Керемет кітапша дайын болды. Мен суретті жақсы саламын ғой. Жәндіктерді өлтіргенше олардың суретін салайын. Керемет ойлап тауыпсың. Бұдан артық не болсын?